Қосылайық реалити шоуының 4-ші маусымының қатысушысы Нұрдәулет Төлепберген Қырғызстанда басталған Қосылайық 2 шоуына қатыспақ. Бұл туралы ол Ақботаға Instagram парақшасында тікелей эфирде Ақботамен әңгімелесу барысында хабарлады. Ол Ақботаға жаңа жобаға қатысуы туралы айтып берді. Тіпті ол жобаның Қырғызстанда екенін де жасырмады. Бұдан не көруге болады? Жақында Қырғызстанда жергілікті телеарналардың бірінде Қосылайық 2 жаңа реалити шоуының премьерасы көрсетілді. Реалити шоудың аты «Біз жолықтық» деп аталады. Бұл шоу бір болайық форматына ұқсайды. Мұнда 2 жүргізуші мен қатысушылар өз үміткерін күтеді. Көрсетілімнің алғашқы бөлімдері эфирге шыққаннан кейін көп дау тудырды. Егер Нұрдәулет осы шоуға қатысушы болса, Айда оған міндетті түрде үміткер ретінде келуі мүмкін. Еске сала кетейік, Мағжан Қырғызстанда өтетін Қосылайық 2 шоуына қатысу үшін Бішкекке барған болатын. Бірінші айда Қосылайық 2-ге қатысушысы болса, Мағжан оған үміткер ретінде келуі әбден мүмкін. Қалай десек те, Мағжанның Айдаға деген сезімі әлі өшкен жоқ. Кейбір мәліметтерге қарағанда, Бішкекте жүрген Мағжан Айдамен қайта кездесуге кеткен. Айда келіссе, қайта қосыла алады. Бірақ Айданың Нұрдәулетке деген сезімі әлі өшкен жоқ. Телешоу басталар алдында қырғыз жүргізуші Диана Скатовамен келіссөздер жүргізді. Диана да жақын арада Бішкекке аттанатынын әлеуметтік желіде жариялады. Және бұл туралы қырғыз жанкүйерлеріне айтып берді. Әлеуметтік желідегі хабарларға қарағанда, Диана бұл шоуға қонақ ретінде шақырылған. Біреулер Қосылайық 2 бағдарламасының жүргізушісі болады дейді. Бұл жағы әлі белгісіз, қалай десек те, жастар өз бақытын тауып, қосылса, мақсатына сәтті жеткен болар еді.